Саламатсыздар ма? Бүгін біз Қошахан тобындағы Анеля екеуміз қазақтың ұлттық ертегілерімен таныс боламыз. Бүгін қандай ертегімен таныс боламыз? Бауырсақ деген ертегімен таныс боламыз. Ертеде атасы мен әжесі бауырсақ пісіреді екен. Сол кезде бауырсақты терезеге суысын деп қойса, бауырсағымыз домалап кетеді екен. Бауырсақ домалап келе жатады да орманда. Сөйтіп кімді көреді? Қоян. Сөйтіп қояндарға не деп айтады? Қоян айтады: бауырсақ, бауырсақ, мен сені қазір жеп қоям дейді. Сол кезде бауырсақ не деп айтады қоянға? Жеме дейді. Сөйтіп, мен саған тақпақ айтып беремін дейді. Сөйтіп, қандай тақпақ айтып береді екен? Сенен қашып кетемін енді, қоян деп айтады. Сөйтіп барады да қояннан қашып кетеді екен. Қашып келе жатып қояннан жолдан тағы бір жануарымыз кімді көреді? Қасқырды көреді. Сосын қасқыр айтады: бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоям дейді. Сол кезде біздің бауырсақ не дейді? Мен тақпақ айтып беремін. Сөйтіп қандай тақпақ айтады? Мен әшенді қастым, мен атанды қастым. Мен қояннан қаштым, енді сенен қашамын деп қашып кетеміз. Жүгір қашамыз. Мен бауырсағымыз қасқырдан қашып келе жатып, сосын кімді көреді? Аю, міне біздің аюмыз. Сөйтіп аю айтады: бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоям дейді. Бауырсақ не дейді? Мен тақпақ айтып беремін. Сөйтіп қайдай тақпақ айтып береді екен? Мен әшенді қастым, мен атанды қастым, мен қоянды қастым, мен қасқырды қастым. Енді сенен қашамын деп бауырсағымыз мына аюдан қашып кетеді екен. Бауырсақ қашты. Сөйтіп бауырсағымыз аюдан қашып келе жатып, жолда тағы кімді көреді? Түлкіні көреді. Сосын түлкі айтады бауырсағымызға: бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоям дейді мына түлкі. Сол кезде бауырсағымыз не деп айтады? Тиме. Мен саған тақпақ айтып берем. Молодец. Сосын түлкі не деп айтады? Айтып берші кәні дейді. Қандай тақпақ айтамыз? Мен әшенді қастым, мен атанды қастым, мен қоянды қастым, мен қасқырды қастым, мен аюнды қастым. Енді сенен қашамын деген кезде түлкі айтады: бауырсақ, бауырсақ, менің құлағым естімей жатыр, сен маған енді жақындап тұрып, мұрныма шығып тұрып айтып берші дейді. Одан кейін бауырсақ алады да түлкінің мұрнына шығып осы тақпақты айтып береді екен. Сол кезде ең соңында мен аюдан қаштым деп айтып келе жатқан кезінде түлкі алады да бауырсақты не істейді? Ап деп жеп қоямыз. Түлкі қалай жейді? Сөйтіп жүріп түлкі бауырсағымызды жеп қояды екен. Осымен біздің ертегіміз аяқталды. Сау болыңыздар.